Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайы. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Грамматикалық тақырып талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Талғаулы салалас құрмалас сөйлем яки, не, немесе, яғни, әлде, не болмаса деген жалғаулықтар арқылы жасалады. Берілген сөздер арқылы сөзбен сөзді байланыстырамыз, сөйлем құраймыз. Мысалы, біз не киноға барамыз, немесе мұражайға барамыз. Мәтіннен сөзбен сөзді байланыстырып тұрған көмекші сөзді тауып жазыңыз. Оқылым бөлігі қарамен берілген сөздерді есте сақтай отырып, мәтінді оқыңыз. Мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәтіннен көп нүктенің орнына қажетті сөзді тауып жазыңыз. Тыңдалым, тыңдап сұрақтарға жауап береміз. Тыңдаңыз, дұрыс нұсқасын таңдаңыз.